Сіз де бір шаршаттыңыз ғой қайта-қайта. Немене бала болып кеттіңіз бе деген Бану жорта шуланып, баладай бұлтиып, мені нәзік те жып-жылы саусақтармен ашуландырып алмайын дегенде ептеп қана ұрғылаған болып денесін көрпемен орап алды. Жаңа ғана тұнық суаттан мейірімім қанша сусындап тояттаған мен Сахараның шөлінен келгенде қайта-қайта қаталап шөліркеп сала бердім. Оның омырауына дейін ашық еді. Аршыған жұмыртқадай аппақ иықтары меншіл сезімнің құмар құрттарын қайта оятып, құштарлық отын маздатты. Көрпенің бір шетін ашып, күйіп жанып жатқан қыздың ыстық құшағына сүңгіп, оны өзіме қарай тарттым. Ол орнынан тұрғанда қайыңдай балтырлары судан шоршып шыққан ақсазандай жарқ ете қалды. Соңғақта сүйкімді солу ақ тұрғын көйлегін киіп ваннаға өтті. Ауаға сіңіп қалған хош иіс бас айналдырады. Тоят түнің талбегісігінде қаншама тербелсем де, тұла бойында бір міні жоқ оның балғын денесін тағы да көргім келді. Жуынып келген Бануға көзімнің суығын тойдырып ұзақ қарадым. Кеудесі көліктей бір көтеріліп, бір басылып жатқан ол әнтек жымиып, сұңғақ саусақтармен шашымды тарағыштай бастады. Басымда сүйкімді бір шымыр ойнап, көзімде еріксіз жұма беріп қайта аштым. Оның тоқ балтырлары кімді де болса есінен тандырардай еді. Талықсып жатқан қыздың көздері соншалықты тұнық та тұңғиық. Осы тұңғиықтың тереңіне жұтылып бара жатқанымды сездім. Бану, әу, сен қандай сұлусың. Тіптен сөзім жетпейді. Ендіше, өзінің хас шебердің қолынан шыққандай мінсіз денесін білетін, әрі онысын жігіт алдында бұлдайды алатын қыз тәкаппар да пәң болады емес пе? Ал кешелі бері махаббат көліне бірге шомылып жатқан ол шолжаң балада еркелей күлді. Бөлмеге мөлдір моншақтар шашылып түскендей маңайымыз сәулеленіп сала берді. Біз ас бөлмесіне өттік. Шарап ішесің бе? Аздап, шай қойсам қайтеді, қажет емес, бәлкім кофе ішерсің, мейліңіз. Мен 2 бокалға қызыл қошқыл шарапты орталап қойып бірін Банудың алдына қойдым. Не үшін ішеміз? Бақыт үшін. Бану мырс етіп күлді. Неге күлесің? Бақыт дегенге сенесіз бе? Сенемін, ал мен сенбеймін. Неге? Ол ұзақ әңгіме. Қанша ұзақ болса да тыңдауға дайынмын. Біреудің талайлығы тағдырға біреуге қызық болмайды. Сізді жалықтырып алмаймын ба? Сенің әңгімеңді тыңдап қасыңда осылай отыра беруге жалықпас едім. Ал ол жалықты. Оның кім? Сатқын. Сатқыны несі? Сатқын болып туған соң ол құбыжық күйінде қалады да. Мен оның әппақ мармардай иығынан құшақтап мойнынан сүйдім. Бану бокалды шарапты сарқып ішті. Қашаннан ішесің? Нені? Шарапты. Сатқынға жолыққа ішіп келемін. Оны жек көретін секілдісің. Иә, иттің етінен де жек көремін. Бұрын соңды көрмеген, білмеген бақталасымды мен де іштей жек көре бастағанымды байқадым. Ішімді қызғаныштың қызыл иті тырмалады. Егер оны тап қазір кездестірсем, түтіп жеуге бармын. Бірақ ол көрінбеді, көрінбейтін де еді. Бануды не үшін қызғандым? Әлде ұнатып қалдым ба? Бәлкім жалт ете қалған ұшқыр сезім өткінші жаңбыр секілді селдетіп өте шығар. Не дегенмен бұл махаббаттан тысқары беймаза бір толқынды тербеліседі. Ішкі жан толқыныстарымды қыздарға тән сезімталдықпен тап басып тани алған Бану мені өзіне тартып құшақтады. Менің буырқанған бұра бұлқынысым бірте-бірте басылып, оның сұлу келбетіне тоймай тесіле қарадым. Сен оны соншалықты жек көресің де ұмыта алмаған сияқтысың. Қайтесіз соны? Оны айтқанда даусыңда діріл пайда болады екен. Рас па? Рас. Сүйесің бе? Сіз не деп тұрсыз? Ол орнынан долдана тұрды. Сұлудың сұрланғаны соншалықты сүйкімсіз болар ма? Мұрны қошиып, көзінен от шашырады. Япырай, мынандай хас сұлуды күресінге көзі қиып тастай салған қандай табаны тайғақ, жүрегі жоқ пенде еді. Тағдыр талқысына түскен тәкаппар қызды одан әрі қинағым келмеді. Тағы да құйыңызшы, мас болып қалмайсың ба? Менің мас болғым келеді. Өмірдің өкініштері мен өңмеңдегендіктеріне мас болып құтылуым мүмкін емес. Оны кім білмейді? Ендеше неге ішесің? Ішкім келген соң ішемін. Бәлкім осы да жетер. Немене шарабыңызды қимайсыз ба? Қызықсың. Адам шарапты да қимай ма екен? Бірақ жоқ, мен бір жұтым ғана ішемін. 2 бокалға шарапты тағы да орталай құйып шықтым. Бұл жолы тілек айтқым келмеді. Өйткені Бануға қай тілек те ұнамас еді. Тілек айтпайсыз ба? Мен аңырап қалдым. Айтайын, тағы да сол бақыт үшін бе? Жоқ, бұл жолы екеуміздің кездескеніміз үшін. Бұған енді шүге болады.
Бану жымың етіп күлді де бұл жолы да шарапты сарқып ішті. Менің жатқым келеді. Балбырап тұрған қызды көтеріп алдым да төсекке қарай жүрдім. Оның жұпар иісі бұрқыраған шаштар ерекше бір нәзік те сиқырлы сезіммен бетімді қытықтады. Банудың қызыл бүлдіргенде еріндеріне сүліктей қадалдым. Біз арада едәуір уақыт өткен соң асханаға қайта өттік. Сіз мені жақсы көресіз бе? Иә, еркектер үнемі осылай өтірік айтады. Бәрі емес, түгелдей. Соның ішінде мен де бармын ба? Барсыз. Дауласа алмадым. Аттың сыры есіне мәлім. Үндемей қалдыңыз ғой. Сенімен келісетін сияқтымын. Келіспей қайда барасыз дегендей ол өз шешімінің дұрыс шыққанына масаттанып сыңғырлай күлді. Сосын жеңісіне мәз болған жас баладай қуанып, мені сүйріктей сұлу саусақтарымен түртіп қойып, басын иығыма сүйеді. Жаңа бір әңгіме айтайын деп едің. Соның сізге керегі бар ма? Бар сияқты. Ендеше айтайын, жек көріп кетесіз ғой. Сені жек көру мүмкін де. Бану теріс қарап аунап түсті. Иығының солқылдағанына, қолдарын көзіне жиі апарғанына қарап, оның жылап жатқанын білдім. Оны қалай жұбатудың есебін таппадым. Ол жұбанбастан бұрын ұзақ жылады. Енді оны осы жұбанбаған күйі орнынан тұрып, қоштаспастан кетіп қалатын шығар деп ойладым. Бірақ ол бері қарай аунап түсті де, сізді ренжітіп алғаным жоқ па деп сұрады. Түрі ештеңе де болмағандай жадыраңқы еді. Жоқ дедім мен аузыма басқа сөз түспей. Егер сіздің уақытыңызды бос қалмасам, жүрегіңізде қаяу түсірмесем айтайын. Әңгіме мұнамаса ескертерсіз. Жарайды. Көңіл құйынның қалай құбылғанын қыздың бетіне ойнап шыға келген жұқалтаң арай анық аңғартқандай еді. Ол ішкі толқыныстары мен жан тербелістерін қанша жасырғысы келгенімен ойнамалы жүзі сыр ашып қалды. Кешіріңіз деді қыз өзінен өзі қымсынып. Оқасы жоқ. Ол неден бастасам екен дегендей еріндерін қымқырып біраз отырды. Енді оны қамшылағым келмеді. Бәрі де сол жоқшылықтың кесірі деді ол. Маған бір топ үйрек айдың көлден дүр етіп ұшқандай сезілді. Қызға тіктеп қарамадым. Оның өңі тобарсып, еріндері құрғап бара жатқанын ішім сезді. Ала көлеңкеде оның дауысы құмығып шықты. Жоғарғы оқу орнына түскенім мен грант бұйырмады. Әке шешемнің жиған тергені бірінші курстақ сарқылды. Енді не болар екен деп жүргенімде құрбыларым ақыл қосты. Содан 2-3 қыз мейрамханада даяшы болып жұмыс істей бастадық. Бірақ оның қаржысы ешқандай жыртығымызды жамай алмайтын болмашы ғана тиын тебен еді. Шынын айтсам, әбден азып тозып кеттім. Бәріне қолды бірақ сілтеп, ауылға тартып кетейін десем, оқуымды, құрбыларымды қимадым. Сіз білесіз бе, мектепте оқып жүргенімде шіркін, жоғарғы білім алып білікті маман болсам ғой деп армандайтынмын. Мақтанғаным емес, сабақта жақсы оқыдым. Университетте сабақты жақсы оқығандарды ақысыз курсқа көшіреді екен дегендері бекершілікке деп қалдым. Пәтерге, тамаққа, жүріп тұруымызға, сейіл серуенге, универге көп теңге керек еді. Ауылдағы әке шешемнің шама шарқы белгілі. Бану осы жерге келгенде сөзін кілт тоқтатып жүзіме барлай қарады. Менің бет жүзімнен құбылмалы құйтырлықылық белгілерін таппадау шамасы әңгімесін қайта жалғады. Сөйтіп, сансырап сүйретіліп жүргенімде барлық пәлені Зағипа бастады. Бір кісімен таныстырамын, үлдемен бүлдеге орап қояды деді ол. Бастапқыда маған неге бұлай дейсіз деп ертоқымымды бауырыма алып туладым. Оны Суханым сүймеді. Бірақ сұржаландай жаланып, күндіз-түні құлағымның құрыш етін жей берді. Солай оның құрған торына жыланға арбалған торғайда топ ете түстім. Зағипа ақыры мені дегеніне көндірді. Сол күні шағын мейрамханада Зағипа мені онымен таныстырды. Жасы келіп қалған кісі екен. Алайда сонысына қарамай маңғаз, өзінше тәкаппарсыған біреу, мінезі кіді, айтуынша байлыққа белшесінен батып қалған. Бақытыңа енді жолықтың деді Зағипа. Ол мені бір көргеннен ағынатты. Тіпті өлердей ғашық болды десем қателеспеймін. Аспандағы айдан басқасын әперемін деді. Жасыратын несі бар солай етті де. Әдегенде 2 бөлмелі пәтер жалдап берді. Бөлмелерді жаңа жиһазбен толтырды. Енді мен сабағыма, тамағыма, жүріс-тұрысыма теңгені қайдан аламын деп уайымдамайтын болдым. Есесіне ол шектен тыс қызғаншақ еді. Автокөлік жүргізушісіне менің жүрген тұрғанымды аңдытып қойды. Ақымақ емеспін ғой, мен де аяғымды қия баспауға тырыстым. Бір жолы былай болды. Пәтерме курстас құрбымды ертіп келе қалмаймын ба? Жалғыздан жалғыз үш құса болып өлуге айналғанмын. Қырсық шалғанда ол есікті қағып тұр. Құрбым менің мына жасырынбақ ойынымнан бейхабар еді. Мұндай қорланбаспын. Үйде бөтен жанның бар екенін біліп қатты ашуланды. Көкем келіп қалды деп құрбымды түн ішінде таксиге салып жібердім. Әрине, ол қандай көкемнің келе қалғанын біліп кетті. Содан бері пәтерге ешкім бас сұққан емес.
Бөлмеде не керектің барлығы да бар. Дегенмен жалғыздық әбден шаршатып та біткен еді. Ол апта аралатып қонып кетеді. Кейде 2-3 күнге келеді. Мұндайда пәтерден шықпаймыз. Әр келгенде ол қалта телефонын өшіріп тастайды. Несін айта берейін, универді бітіргенше бетіме ешкім жел болып тиген жоқ. Ештеңеден таршылық көрмедім. Есесіне ауылдағы әке-шешемнен, бауырларымнан, курстас құрбыларымнан бірте-бірте жырақтап бара жатқанымды анық сезіндім. Ол жазғы каникулда ауылға бір аптаға ғана жіберуші еді. Менің табан астында өзгеріп шыға келгеніме несін айтасыз, барлығы да қайран қалды. Анам байғұс астарлап сыр тартушы еді. Күндіз оқып, түнде жұмыс істеп жүрмін деп құтылатынмын. Анам менің түнде қандай жұмыс істеп жүргенімді қайдан білсін? Ал әкемнің қарасарға қотыр ешкісі де жоқ. Анам ауыр күрсінеді. Менің жүрегім парша-борша болып сөгіледі. Алғашында осы жүрісіме қатты қысылатынмын. Сөйтсем универдің қызғырқаны бір көке тауып алған екен ғой. Ал байбағыландардың қыздары желігіп түнгі клубтардан шықпайды. Астарында қымбат көлік, ауыздарында қымбат шарап, қымбат темекі, беттері жылдырағанымен, сөздері өктем болғанымен, көбісінің аяғы сұйық. Осыларды білген соң өзімді кінәлай да бермейтінмін. Тіпті еркінсіп бойым жеңілдеп қалды. Алдымнан үміт шамы жанғандай еді. Бану ауыр күрсінді. Жанарынан жақұттай моншақтар төгіліп, ақша жүзінде төмен қарай сырғанақтап құлдилай берді. Мен оның көз жасын сүрткенім жоқ. Ол да сүйріктей сұлу саусақтарымен іліп тастамады. Іштегі шер мың толқыса шығады. Оны жұбатқансып көлгірсігім келмеді. Хас сұлудың жылағанның өзі қайталанбас ғажайып сурет секілді. Япырай, жаратқан адамды да осылай мінсіз жаратады екен-ау. Жас кезімде ертегілерден перінің қызы дегенді оқушы едім. Көрген адам есінен танып қалады делініп суреттелетін. Дала кезіп, жынданып кетеді деседі. Мына қыз пері нәсілінен емес пе екен? Бану жылап емес, балқы беріп бара жатқандай көрінді маған. Шарап ішеміз бе деді ол басын көтеріп. Ішеміз. Ол жібектей толқынды шашын сілкіп тастап, басын кеудеме қойды. Өн бойымды ыстық леп шарпыды. Оңашада санамды тағы да оқшау тілек сансыратты. Кейін деді ол. Менің тағатсыз тілегімді әйелдерге тән түйсігімен сезініп. Ол маған қарап күлімсіреді де ақ торғын көйлегін киіп алды. Мен маскүнеммін деді ол, шарап толы бокалды сығымдай ұстап отырып. Қайдағын айтпақшы. Сіз білмейсіз ғой, пәтерімде ішімдіктің түр-түрі толып тұрды. Ол әсіресе вискиді көп әкелуші еді. Вискиді сен ұнататын бе едің? Жоға, онда вискиді кіммен ішеді, әлде достарын ертіп келуші ме еді? Жоқ, үйге достарын ертіп келмейтін еді дедім ғой. Сонда ол вискиді жалғыз өзі ғана ішеді ме? Иә, сен ше. Мен алғаш жұмсақ шарап ішіп жүрдім. Үйрене келе арақтан да тартынбайтын болдым. Түсінікті. Ол айтқанын істетуші еді. Сабақ ше, жайына қалды. Сонда курстан курсқа қалай өтіп жүрдің? Тәйір сол сөз болып па, теңге деген тәңірі бар да, сабақ деген шопақ емес пе? Дәуренің жүрген ақ екен. Бану бокалына шарапты қайтадан толтырып алды. Темекінің мен көрмеген ерекше түрін еріне қыстырып, оттықты жарқ еткізіп тұтатты. Қою түтін сақина болып, доғалана өріліп, шеңбер жасап, қалқи ұшты. Оның түтін шығарғанда еріндерін түртитіп алатында өзіне жараса кетті. Темекі күлін құлсалғышқа балаң үйрек саусағымен шертіп түсірген ол әңгімесін бұл жолы сұратпай-ақ бастады. Биыл қолыма көптен армандаған дипломым тиді, бірақ қуанышым ұзаққа бармады. Қатырлығыңды қолыңа алған күні өзің қалаған қызметке орналастырамын. Одан әрі қызмет сатысымен биіктей бересің деген қамқоршым қысқа күнде құрыққы болып нүлдей бұзылды. Сөйтсем оның өмірінде тағы бір сұлу пайда болыпты. Дипломыңды алдың, мен қарызымнан құтылдым деп пәтерден қуып шықты. 4 жыл бойы жолына қарайлап оны пірім санап келдім емес пе? Мына қылығы мені түңілдіріп жіберді. Өзімді ішіндегі шырынын сорып алып, қоқысқа тастай салған қабықтай сезіндім. Сөйтіп бір-ақ күнде жетімлақтай маңырап далада қалдым деген Бану бокалға қолын қайта созды. Ол ауыр күрсінді, аузынан жалын атқылады. Жайнақы жанары жұмылып, тұңғиық бір тереңге жұтылып бара жатты. Денем тоңазыды. Кеше бұрынғы пәтеріне бардым. Ана немесін көргім келді. Бәлендей асып бара жатқан сұлулығы жоқ. Тәмпіш танау ауылбай іске аңқау қыз. Ендігі қыз емес қой, мысқылдай күлді. Сіз кімсіз дейді ежірейіп. Оның қарсылығына қарамай бөлмелерді түгел қаралап шықтым. Анау жиһаздарды жаңалапты. Бірқатар киім-кешегім, кітаптарым қалып еді, көрінбеді. Сірә оларды қоқысқа тастай салған-ау. Басынып барлық бөлмені аралап жүрген бәлекеттен қорқайын деді мекен. Пәтердің жаңа қожайыны қамқоршысына қоңырау шалды.
Тап осы кезде аңдып тұрғандай, екі алпамсадай жігіт әлекейдей жаланып кіріп келді. Ол рай-шайға қаратпастан қолтығымнан сүйреліп далаға ала жөнелді. Бұдан былай осы үйдің маңайынан көрсек, әке шешең сүйегіңді де таппай қалады, деді олар қабақтарынан қар жауып. Бұл екеуі оның шабарман екенін жақсы білдім. Мұндай қорланбаспын, өлгім келді. Ақыл есімнен адасып жынды көбелектей қалбаңдап келе жатқанымда сіз кездестіңіз, деді Бану. Немене, жаман болдың ба? Бір ғана түндік жалдамалы пәтерді несіне кісімсейсіз? Ол сияқты дүние байлығыңыз болса қарып жібереді екенсіз ғой, дегенді Банудың жүзінен оқығандаймын. Жігіттік намысыма тойлап бас көтерді. Алайда Банудың алған бетінен қайтпайтынын біліп қалған едім. Шамалы шамдандырсам, есікті тарс жауып шығып кетпесіне кім кепіл? Сондықтан үндемей, үйдей бәледен құтылады дегенге үйідім. Тағы да құяйын ба? Аздап. Енді не істемек ойың бар? Ол қарсы сұрақ қойды. Сіздің жұмысқа орналасу керек қой. Дүниеде ақыл айтқаннан оңай не бар екен? Сіз маған жұмыс тауып бере аласыз ба? Қарастырып көрейін. Дүниеде шарасыздықтан өткен қасірет бар ма? Қалай аяқ осындай ұрымтал жерде бір қайрат жасай алмаған соң жігіт болып жер басып жүргенім кімге керек? Ол менің дәрменсіздігіме мысқылдап қарап тұрды. Жанымда отырып ақ жырақтап бара жатқан Бану көз алдымда көк кептерге айналып, әніміні шырпыр етіп ұшып кететіндей. Қолыма өзі келіп қонған бақ құсымды үркітіп алмау үшін неге де болса дайын едім. Ауа жетпей қалған адамдай жан-жағымды қарманып шатқаяқтап құлап кете жаздадым. Тайқы тағдыр-ай десеңші, біреуді зор, біреуді қор етіп қояды. Қызмет емес, жұмыс сұрап қақпаған есім қалмады. Біреулері осқырына қарады, біреулері сұқтана қарады. Бір мекеме бар, бастығы мені көргенде есінен танып қалды. Қызметке шақырып отыр. Бұл көкемнің де кесек кемшіліктер көрініп тұр. Бірақ маған берген уәдесінде тұрса, қор болмайтын сияқтымын. Неде болса маңдайыма жазылғанын көремін. Енді маған аянатын не қалды? Мен баяған қау студент емеспін. Өзіме керектіні алып қалуға ақылым да айлам да жетеді, деді Бану. Оның үстіне мына сымбаттылығымды қайда қоясыз? Мен оның аузынан шықпаған осы сөзді айтқызбай-ақ түсінгенмін. Әккі аңшыдан әбден қуғын көрген шуан қарсы алдымда көздерінен от ұшқындап тұрды. Мен оған тіктеп қарай алмадым. Өмірдің көптеген жойдасыз шырғалаңынан көріп, ширығып алған оның қандай құбыжық болса да, қаймықпастан қарсы шығарына шүбә келтіре алмадым. Қорқынышымды, денемдегі дірілді сездірмеуге тырыстым. Сатқын, сүмелек, оңбаған деп Бану қалш-қалш етті. Үш бірдей қарғы сатқан қаралы теңеу қақ жүрекке дөп дейді. Кінәға белшеден бата отырып, өзіңді судан таза, сүттен ақ сезіне алмайды екенсің. Қасқырдан қашқан көжектей дір-дір етіп, көздерім шарасынан шыға жаздап отырған маған Бану шаншыла қарайды. Кірпіктері жебедей көрінді. Сатқындар, шеттеріңнен сатқынсыңдар айуандар. Қам сүт емген пенде шіркін қашанда өзің күнәдан пәк періштенедей санайды. Пендешілігім басым түстау шамасы. Үрейленіп отырсам да үмітімді үзбедім. Менше, сен де сатқынсың, барып тұрған екі жүздісің, сорлысың. Қалайша қатыныңды, бала шағаңды сапарға кеттім деп алдап кетіп, осында ойран салып жатырсың. Сатқын емей кімсің енді? Аузыма құм құйылып, тұншықтым да қалдым. Оның бойында елге тән нәзіктіктің, жылылықтың, сыпайылықтың, биязылықтың, ізеттіліктің, ілтипаттылықтың, жайдарлықтың жұрнағы да қалмапты. Жаңа ғана нұрлана түсіп ұрлана қарап, сіз деп сызылып сыпайысынып отырған ол сұрлана сыздана түйіліп сенге көшіпті. Бірақ сіз деп басына көтергендей менің бойымда қандай игі қасиет қалды. Ол шындықты шыжғырып бетіме басты. Рас, мен сатқынмын, иә сатқынмын. Нәжіске түсіп кеткендей өз денемнен өзім жеркеніп ал кеп құсайын. Жуыну бөлмесінде жарты сағаттай өз-өзіме келе алмастан сең соққан балықтай есеңгіреп тұрдым. Аға, қазіргі қоғамда аппақ қарлы адамды қолыңызға май шамал іздесеңіз де таба алмайсыз. Бұған қоқысқа белшесінен батқан қоғам кінәлі. Сондықтан өзіңізді соншалықты жазғыра бермеңіз, деді Бану жуыну бөлмесінен оралғанымда. Мен оның нәумез күй кешкен немқұрайлы жүзіне үңіле қарадым. Манағы тепсініп тұрған қыз көрінбейді. Орнында ойлы көзін әлде қандай тұңғиыққа қадап, момақан жуас бойжеткен отыр. Диванға құлай кеттім. Әртүрлі бейнеге сәт сайын ауысып, мұң құбылып, жөңкіле көшетін құбылмалы бұлт сияқты өзгермелі өксік өмір туралы ойладым. Біреуге айдай алмас мал береді, біреуге шығар шықпас жан береді деп бұрынғылар қалай дәл тауып айтты екен. Дүние қызыл түлкі боп бұлаңдап, бағы тайғандарға бақырда бұйырмай тұр емес пе? Жігіттің бір қызығы сауықты өмір дегенмен, сол құрғырыңның өзі сатқындықтың туыс сайтандармен
қойындас екен-ау. Керек кезінде жігіттік таныта алмағанның жазасы жер болып қорлану. Бұдан асқан қасірет жоқ. Малтып шыға алмас тұңғиық ойға батып кеттіңіз-ау ағасы. Енді одан оңайлықпен құтылмайсыз. Солай секілді. Әне, еркектің бәрі сондай. Қандай? Олар сәл ғана қиындық көрсе, қолға ұстаған қырық буын секілді үтіліп түседі. Шеттерінен жасық, күйреуік. Соларына қарамастан бастарынан құс ұшырмайды. Бақастыққа бауыр басқан ішмерез, іштеріне пышақ айналмайды. Қоян жүрек. Сөйте тұра еркекпін деп өз өрегенде өгіздей өлермен. Анау да сондай еді. Қатыннан сұмдық қорқатын. Талай рет түн ішінде киімін киюге де үлгермей тайып тұрды. Тіпті ондайда хош деуге де шамасы келмейтін. Су жүрегі опасыз оңбаған. Банудың боран бұрқасына тағы да көтерілейін деген соң, енді оның ығын ала сөйлеуге көштім. Жаным, шай қойып жіберсем қайтеді? Ықтиярыңыз. 2-3 кесе шай ішкен соң Бану байсалды қалпын қайта тапты. Артық кетсем кешіріңіз. Менің де оңып тұрған қылығым жоқ. Ештең етпейді. Күйіп кетемін ғой, күйіп кетемін. Түсініп отырған шығарсыз. Иә, мына қайыршы заманда сұраншыдан тіленші, соқырдан көрмес, сараңдан бермес туып жатыр. Қоғам ластанды. Лас жерде барлық былық иттей күшіктейді. Қазір сүйінғаныңнан сүйінгенің мықты болсын деген заман. Солай емес пе аға? Солай. Солай болса енді менің не істеуім керек? Оның жөн жабасын тапқан сияқтысың ғой. Онда мен де сатқанмын, я сатқанмын. Япырай, бүгін аузыңнан сатқаннан басқа сөз түспеді ғой. Өйткені біз сатқын, жәдігөй қоғамда өмір сүріп жатырмыз. Мұндай ортада береке, бірлік, адалдық, имандылық болмайды аға. Кетеу кеткен кері заманда адамгершілік, тазалық, ибалылық сияқты киелі ұғымдарға орын қалмайды. Мұны бордай тозу дейді. Адам ашынғанда шешен болып кетеді екен ғой. Қалай тауып сөйлейді, кейде қауіпті сөйлейді. Оның мысы мені басып бара жатқандай ма қалай өзі? Қарсы айтар уәжім қайда, дәлелім қайда? 3 бірдей дипломын сандыққа салып тастап, бір танысымның ұлы базарда арба сүйретіп жүремес пе? Шетелде оқып келген, адамгершіліктің, имандылықтың, тазалықтың шыңына шықты деген бір шенеуніктің баласы былыққа белшесінен батты. Ұлттың қауіпсіздігін сақтайды деген дөй ұлтың сатып кетті. Қызметтің ұшар шыңына шыққан тағы біреу жемқорлықтың торына маталды. Осындай масқараларды санап отырсаңыз төбе шашыңыз өзінен өз тікірейеді. Бану астынан су шыққандай ұшып тұрып тез киінді. Кетіп барамын, хош болыңыз. Енді қашан кездесер екенбіз? Ешқашанда. Бұл сөз соттың аса ауыр қылмыс жасаған қылмыскерге шығарған қатаң үкіміндей жүректі шаншып, миды солқылдатып жіберді. Неге? Себебі сіз тиын санаған бейшарасыз, ал менің бейшара болғым келмейді. Сау болыңыз. Есік тарс етіп жабылды. Оның қатты жабылғаны соншалық дүрсете қалған даусынан құлағым бітіп қала жаздады. Тосыннан табыла кеткен тотым не деп кетті? Бейшара деді-ау. Иә, бейшара. Қоғамның ұлы бейшара болмай қайда барады? Көңілге шұғылалы сәуле себілген Банудың бөлмеде елесі мен ауадан қаған хош иісі ғана қалды. Жанымның бүкіл терезелерін ашып, оған деген ыстықта ынтық сезімімді білдіріп, ыстық ықыласына бөленген көлдей көңілім адасқан күшіктей далбасала бүріп қалды. Көп қой, көп күнәларым. Сондықтан оны қалай кінәлармын. Жалдамалы пәтерден құр сүлдерім сүйретіліп шықты. Аспан түнеріп, зілмауыр қою қара бұлт жылан бауырлап жылжып келеді екен. Тұңғиықта терең иірім мені шыр айналдырып, шыңырауына тарта берді. Басым айналып, көзім қарауытты. Жымпері жайлаған қара орманда шападан жалғыз келе жатқандай көңілім құлазыды, жаным жабырқады. Әлден соң төңіректі көзге түрткісіз қара түнек басты. Мен енді осы тылсым түнектен енді қайтып шыға алмаймын-ау деп қорықтым. Қара түнек шыңырауына шым батырып барады. Неге екенін білмедім. Оның құрсауынан құтылуға талпынудың орнына иірімдеріне орап, әлде қандай әлемге әкетіп қалса деп тілейтіндеймін. Жарқ-жұрқ етіп, найзағай ойнағанда барып селкете түстім. Өкпемді өксік қысып, жүрегімді өкініш өрті жаншып келеді екен. Бұл ненің өкініші, таба алмадым.